Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз біздің жылдамдыққа есептер. Яғни бұл есептерді шығаруды бастамай тұрып мен сіздерге айтып алайын. Мен есептерді тез-тез шығарамын. Сол үшін сендер бірінші өздерің паузаға қойып, бұл есептерді шығарып алуға тырысыңдар. Яғни сөйтіп опыт жинап, тәжірибе жинап, мықты есеп шығара алатын әлпетші халге келесіңдер. Сол үшін балалар, давайте. Сәттілік. Бірінші есеп. Алматыдан шыққан автобус Сарыөзекке дейін 180 км жолды 2,5 сағатта жүреді. Автобустың қозғалысын бірқалыпты деп ұйғарып, оның жылдамдығын халықаралық бірлік жүйесінде анықтау керек. Жылдамдықтың халықаралық бірлік жүйесіндегі өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең, иә? Сол үшін біз 180 километрді тағы метрге айналдыруымыз керек. 180 көбейтілген 1000 метр, 2,5 сағат көбейтілген 3000, яғни 1 сағатта 3600 секунд бар. Мына жерден былай істейік. Так, енді 2,5 мен 10-ды қысқартатын болсақ 4 болады. 36 мен 180-ді қысқартатын болсаңыз 5 болады. 4 жердегі 5-ім 20 метр секундқа тең. Екінші есеп. Жер күнді айнала 30 км секунд жылдамдықпен қозғалады. Бір сабақ өткенде жер қандай жол жүреді? Яғни 45 минут ішінде жер қандай жол жүреді? 30 км бөлінген секунд. Көбейтеміз. S деген жол ғой. 45 минут. Яғни әр минутта 60 секунд бар. Секундтар қысқартамыз. Сонда 45-ті 60-қа көбейтетін болсаңыз 90, так, 2700 болады. 2700-ді 30-ға көбейтсеңіз 270 мың, так, 27-ні 3-ке көбейтетін болсақ 54, 81, 810 мың километр. Почти 1 миллион километр жүріп тастаймыз да. Жердің жылдамдығы қандай керемет, қандай жылдам. 81 мың екен. 81 мың, почти 100 мың километр жүріп тастайды екен. Дұрыс шығардым ба? Қайтадан есептейік. 45 көбейтілген 60 көбейтілген 30, 81 мың, 81 мың километр жүріп тастайды екен. Үшінші есеп. Автомашина 1500 метр жолды 36 км сағат жылдамдықпен жүрді. Кеткен уақыт неге тең дейді? Уақытты қалай табамыз? Жол 1500 метр бөлінген 36 километр сағат. Бұны екі түрлі жазсақ болады, яғни километр сағатты метр секундқа айналдырып шығаруға да болатын еді. Бірақ мына жерде оңайы қайсысы? 1500-ді 1,5 километрге аудару екен. Сағат үстіне көтеріледі, километрлерді қысқартамыз. 1,5 мен 36-ны қысқартатын болсақ, қанша болады? Бұны біз лучше сағатты минутқа айналдырайық, 60 минут бөлінген 36. 36. Так. 36 мен 6-ны қысқартатын болсақ, 6 болады. 1,5 ол 15. 15-ті 6-ға бөлсек, қанша болады? Так, 12, 15, 2,5 болады. 2,5 минут уақыт кетеді. Келесі есеп. Автомобиль алғашқы 40 минутта 60 км сағат жылдамдықпен, одан кейін 20 минут ішінде 30 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Автомобильдің орташа жылдамдығы неге тең? Орташа жылдамдық ол жалпы жолдың жалпы уақытқа бөлінісіне тең. Яғни 40 минутта
40 минут 40 бөлінген 60 сағат болады, көбейтілген 60 километр сағат. Сағаттар қысқарады, 60-тар қысқарады. Бірінші бөлігінде 40 километр жүреді екен. Екінші бөлігі 20 минутта, яғни сағат бөлінген 60. 1 минут 1 сағатта 60-қа бөлінгенге тең. Көбейтілген 30 километр сағат. Сағаттар қысқарады. 60-ты 30-бен қысқартамыз. 20-ні 2-ге бөлсек 10 километр. Сонда жалпы жол бізде 50 километрге тең. 50 километр жол бар. Онда жалпы уақытымыз бізде неге тең? 20 қосылған 40, яғни 60 минут. Немесе ол 1 сағатқа тең екен. Сонда біздің орташа жылдамдығымыз 50 километрді 1 сағатқа бөлетін болсақ, 50 километр сағат болады. Енді бұны метр секундқа айналдыру керек дейді. Яғни 50, 1 километрде 1000 метр бар, 1 сағатта 3600 секунд бар. Екеуін қысқартамыз. Онда 500-ді 36-ға бөлсек, калькулятормен табайық. 500 бөлінген 36. 13,9, шамамен 13,9 метр секунд болады. Келесі есеп, автобус алғашқы 9 километр жолды 36 километр сағат жылдамдықпен алды. Келесі 27 километр жолды 54 километр сағат жылдамдықпен жүрді. Автомобильдің, автобустың орташа жылдамдығы қандай? Так, общий жолын біз біле аламыз, 9-ға 27-ні қоссақ 36 километр. Ал енді общий уақыт дегенде неге тең ол? Біріншісі 9 километрді бөлеміз 36 километр сағатқа. Сағатты көтер жүрін. Қосылған 27 километрді 54 километр сағат. Мұнан бөлсек, мұнда 4 болады, некен бөлсек 2 болады. Яғни сағат 0,25 қосылған 0,5, 0,75 сағат болады екен. Сонда бізде орташа жылдамдығымыз 36 бөлінген 0,75 километр сағат. Ол неге тең? Калькуляторды алып, 36-ны бөлеміз 0,75-ке. 48 километр сағат болады екен. Жақсы. Келесі есеп. Велосипедші алғашқы жарты сағатта 10 километр жол жүрді. Келесі 12 минутта ол 25 километр сағат жылдамдықпен қозғалды. Ал соңғы 9 километр жолда 18 километр сағат жылдамдықпен жүрді. Барлық жүрген жолдағы немесе жолдың бірінші жартысындағы орташа жылдамдықты табыңыз дейді. Мынау өте күрделі есеп. Бұл бізде негізі кешіріңіздер. Мынау 1, 2, 3, 4, мынау 4-ші есеп. Мынау 5-ші есеп, мынау 6-ші есеп бізде. Жарайды. Енді алғашқы сағатта былай сызайық. 10 километр жолды жүреді. Қанша сағат? Жарты сағатта. Потом келесі 12 минутты 12-ні 60-қа бөлсек қанша болады? 12 бөлінген 60, 1 бөлінген 5, яғни 0,2 сағат десек болады. Осы уақытта 0,2 сағат көбейтілген 25 километр сағат, сағаттар қысқарады, 5 километр болады. Яғни бұл жерде ол 5 километр жүреді екен. Екінші бөлігі, үшінші бөлігі 9 километрді 18 километр сағат. Яғни 9-18-ге бөлсек, бұл тағы да жарты сағат уақыт. Енді жалпы жолдағы орташа жылдамдық, яғни неге тең? 10 қосылған 5, 15 қосылған 9, 24 километр бөлінген жалпы уақыт, ол 1,2 сағат. 24-ті 1,2-ге бөлсеңіз, қанша болады? 20 километр сағат болады. Енді жолдың жартысы, 24 километрдің жартысы қанша болады? Қызылмен белгілейік. 12, 12.
мына жерде 2 километр. Яғни екінші орташа жылдамдық, жартысының орташа жылдамдығы болу үшін ол жалпы жол, енді уақыт. Уақытты қалай етеміз? 0,5 қосылған, мына жерде 0,2 сағат, ол 5 километр жүрді. Яғни 2 километрді ол қанша уақытта жүреді? Онда осы уақытты біз 2 көбейтілген 0,2 бөлінген 5 деп тапсақ болады. 0,4-ті 5-ке бөлетін болсақ, 0,8 0,08 болады, 0,4 0,08 сағатта. Давайте, бұны калькулятормен шығармасақ болмайды сияқты. 12-ні бөлеміз 0,158-ге. 20,1 шамамен. 20,7 километр сағат болады екен жартысында. Бірінші жартысында солай. Жақсы, келесі есеп. Күннен жерге дейінгі қашықтық шамамен 150 миллион километр. Жарық жылдамдығы 300 мың километр секунд. Жарық күннен жерге қанша уақытта жетеді? 150 көбейтілген миллионды, ол біз 3, 4, 5, 6 десек болады, километр. 150 миллион километр. 300 мың километр бөлінген секунд. Яғни бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 нөлді қысқартып жібере аламыз. 3 пен 15 ол 5 болады. Сонда километр қысқартатын болсақ, 5, 1, 2, 500 секунд, ол шамамен 500-ді 6-ға бөлсеңдер қанша минут болады? 60-ға бөлсеңдер 8 минут. Шамамен 8 минут. Әр жағында 3-тен 1 деген ол 20 секунд болады. 8 минут 20 секунд уақытта күннен жерге жетеді екен. Енді келесі. Бір қалыпты қозғалыстағы материалдық нүктенің екінші секундтағы координатасы 4 сантиметр. 4-ші секундтағы координатасы -1 болса, ол материалдық нүктенің жылдамдығымен графигі қандай дейді? Графигін сызу үшін бізге 2 нүкте берілген, ол жеткілікті. Так, 1, 2, 3, 4. -1, -2, -3, -4 дейік. Так, 1, 2, 3, 4. Так, бірінші, екінші секундта, уақыт секундпен болсын, x бізде сантиметрмен болсын. Екінші секундта ол 4 сантиметрде тұр. Оны әлбетте клеткалы дәптерде сызған әлдеқайда дұрыс болады. Ал -1 координатада ол 4-ші секундта тұрады дейді. Шамамен, бопшым теріс болып кетті. Жақсы, енді бұл графический планшетте оны сызу кішкене қиындау болады. Мен шамамен былай сайын. Енді түзу деп ойласаңыздар болады, бұл түзу. Осылай. Бұның так. Бұның қазір теңдеуін табу керек бізде x графигі. Біріншіден бұны x-ті біз былай жазсақ болады, a қосылған b, былай жазсақ дұрыстап жазайық. X тең x0, x0, x тең болады, x0 қосылған vt. Бір қалыпты жылдамдықпен қозғалып отыр. X 4-ке тең, 4 болады. Алғашқы координатасын біз білмейміз. Жылдамдығын да білмейміз, уақытын ғана білеміз. Енді екіншісі -1 тең болады, x0 қосылған v көбейтілген 4. Және біріншіден екіншісін азайтып жіберсек, мына жерде 5, 4 -1 ол 5 болады. x0 қысқарады, яғни -2v болады. Жылдамдығы бізде -2,5 сантиметр секунд болады екен. Онда біздің координатасы неге тең? x0 неге тең? Так, бұл 4 азайтылған 2 көбейтілген -2,5. 4 қосылған 5, 9 сантиметр. Демек, оның координасы 9 сантиметр азайтылған жаңағы 2,5 көбейтілген т болады екен.
9 азайтылған 2 жарым көбейтілген т әрине сантиметрмен. Жақсы, енді келесі есеп. Мынандай жағдай үшін бір қалыпты сызықты қозғалыс графиктерін сызыңыз. 18 км/сағат және x 0,0-ге тең дейді. Мұнда x неге тең бізде? 18 көбейтілген т-ға тең. Екіншісі 5 және 2 дейді. Ол 2 қосылған 5 көбейтілген т. Үшіншісі x 2x бірдік. Үшіншісі ол 6 азайтылған 3-ті. Әлбетте, мынаны біз дұрыстап метр секундпен аударатын болсақ, x1 неге тең болады? Километр сағатты метр секундқа аударудың жолын біз көбірек есептер шығардық, иә? Оны былай жасай салсаңдар болады. Оны өздерің дәлелдеп алыңдар. Біз есептерді оны дәлелдедік, талай рет. Сонда бұл 5 метр секунд болады. Демек, бірінші график негізі былай дұрыс емес, былай жазу керек екен. Халықаралық өлшем жаңағы не бойынша, халықаралық өлшем бірліктері бойынша. Мына жерде енді дененің 0-ші секунд пен 4-ші секунд арасындағы жүрген жолы неге тең дейді. 0 мен 4. Басында 2-ші секундқа дейін ол не істейді? Бір қалыпты қозғалады, қараңыздар. Бір қалыпты былай қозғалады. Яғни 120 километрді 2 сағатта. Демек, оның жылдамдығы 60 км/сағат жылдамдықпен жүреді. Сонда 120 км жүреді. Сосын мына жерде 2-ші сағаттан 4-ші сағатқа дейін бір орында тұрады. Сосын жүрген жолы 4 сағатта жүрген жолы ол 120 км-ге тең. Келесі. Мына 2 теңдеуді табыңыз дейді. 2 теңдеуді, графиктің теңдеуін табыңыз. Ол неге тең? Бастапқыда екеуі де 0-ден бастайды. Сол үшін x0 1-де, x0 2-де 0-ге тең. Ал жылдамдықтар. Екіншісінің мына жерде 30, мына жақ 5, яғни 30 метр 5 секунд. Жылдамдығы 6 метр секундқа тең екен. Біріншісінікін қарайық. Мынау неге тең? 50 метр. Уақыты бізде 4 секунд. 54-ке бөлсеңіз 12,5 метр секунд. Демек, x1 тең болады 12,5 көбейтілген т. x2 6 көбейтілген т болады. Келесі есеп. Бізде мынандай график берілген. Яғни 3-ші секундтағы жол неге тең? 3 секундтағы жол неге тең? Графикпен былай қарайық. Так, мынау 4-тегі метрден бастайды. Потом 1-ші секундта 2 метр жүреді. 2-ші секундта 4 метр жүреді. Қараңыздар, 4-тен 8-ге. 3-ші секундта 6 метр жүреді. Жолы 10 азайтылған 4, яғни 6 метрге тең. Келесі. Мына жерде бізде бірнеше дене берілген. Бұл денелердің теңдеуін табу керек, кездесу уақыттарын табу керек. x1 ол бір қалыпты тұр, яғни оның жылдамдығы 0-ге тең. Сол үшін x1 әрдайым 4-ке тең. x2-ның жылдамдығын қарайық. x2-ның жылдамдығын былай таба алсақ болады, иә? Ол оң жаққа қарай жылжып барады, және мына жерде 4 метр, ал 4 секунд уақытта 4 метр жүреді. Демек, ол 1 метр секунд. x2 4 метрден басталады. Негізі минус қой мына жақ. Минус 4 қосылған т болады, иә? Ал үшіншісінің жылдамдығын қараңыздар. Бұл 8-ден бастап минус 6-ға дейін, яғни минус 14 метр бөлінген 4 секунд, иә? 4 секунд. Яғни минус 3,5 метр секунд жылдамдықпен кетіп барады. Демек, бастапқы координатасы 8 азайтылған 3,5 т болады. Енді 1 мен 2-ның кездесуі координатасы мен нүктелерін табу керек. Ол үшін теңестіреміз. 4 тең болады, минус 4 қосылған т, яғни т уақыты 8 секунд. Координатасы очевидно 4 метр болады. Ал енді x1 мен 3-ті теңестіреміз. Сол кезде 4 тең болады. 8 азайтылған 3,5
Т болады, иә? 3,5 Т. Демек, 3,5 Т тең болады 4, яғни уақыт шамамен қаншаға тең? 4-ті 3,5-ға бөлсек 1,14 секунд. Кездескен уақыты 1,14 секунд болады. Кездескен координатасы әлбетте 4 метр болады. Ал енді x 2 мен 3-ті теңестірейік. Яғни -4 қосылған Т тең болады 8, ал айтаған 3,5 Т. Бұл жерден 4,5 Т тең болады 12 болады. Уақыт бізде 12-ні бөлеміз 4,5-ға. Қараңыздар, уақыт 2,67 болады, иә? Ал енді нені таба салайық сразу? Ол азайтылған 4, координатасы -1,3 болады екен. Уақыт 2,7 секунд, координатасы 1,3 метр. Осылай. Осымен бүгінгі есептеріміз бітті. Осыған байланысты тақырыпты қайталаңыздар. YouTube-дағы басқа да есептеріміз, видеоларымыз қарап шығарыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.